Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен әр қыз-келіншектің үйінде бар заттармен жасалатын салатты көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл салат шын мәнісінде өте тез, өте оңай жасалады. Ең алдымен піскен етті майдалап кубик қылып тураймыз. Оның үстіне майонезді себеміз. Үстіне етті толықтай жауып тұратындай етіп, картопты үкіштен өткіземіз. Оның үстіне қайтадан майонезді жағамыз. Оның үстіне картопты толықтай жауып тұратындай етіп, сәбізді өткіземіз. Қайтадан майонез себеміз. Сосын оның үстіне жұмыртқаны үкіштен дәл солай өткіземіз. Үстіне майонезді себеміз. Енді дәл осылай қайталана береді. Біздің картоп, сәбізіміз таусылғанша дәл осылай жасай береміз. Майонезді осылай үшін жіңішке етіп кесіп алған дұрыс. Немесе сіздерде шелекте майонез болатын болса, онда оны арнайы целлофанға салып алып сепсеңіздер болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызша. Мен картопты, жұмыртқаны, сәбізді майонез себу арқылы араларына осылай 3-4 рет қайталадым. Соңында біздің ингредиенттеріміз таусылған кезде бетіне үкіштен өткізіп ірімшікті себеміз. Мінекей осылай біздің салатымыз оп-оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Неғұрлым ингредиенттер көп болған сайын, оны көбірек үкіштен өткізген сайын біздің салатымыз биік болып шығады. Сіздің отбасыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.